Сәлем, мен Оспанхан Меруерт, менің каналыма қош келдің. Осы уақытқа дейінгі неврологиядан түсірген сабақтарым саған ұнап жатса қуаныштымын. Барынша түсінікті тілмен түсіндіруге тырысып жатырмын. Енді біз бүгін неврологияның кезекті тақырыбы глоссофарингеус, яғни тіл жұтқыншақ нервін талқылайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бізде тіл жұтқыншақ нерві өзінің қызметі бойынша аралас типті, яғни оның қозғалтқыш және сезімтал парасимпатикалық ядролары бар. Соған сәйкес ол сондай қызметтерді бізде организмде көрсетеді. Оның ядролары ми негізінде сопақша мида орналасқан. Сопақша миға дейінгі келетін импульстік жолды біз кортиконуклеарис деп айтамыз, яғни ол біздің жоғарғы ми қыртыстарында, яғни ми қыртысынан төмен қарай бағытталып, сопақша миға дейін келетін жолды айтамыз, кортиконуклеарис. Сосын ол осы сопақша мида өзінің меншікті ядроларын ала отырып, біздің мүшелерімізге қарай нерв импульстерін бағыттайды. Енді бұл жерде бізде нервус сальваторис инфериор деген ядросы бар, яғни бұл төменгі сөл бөлуші нерв. Біз 7-ші нервті өткен кезде осының жоғарғы бөлігіндегі нервус сальваторис супериорды өткен болатынбыз, енді төменгісін өтеміз. Бұл төменгі сөл бөлуші ядродан бізде парасимпатикалық нерв талшықтары шығады. Парасимпатикалық нерв талшықтары басқа симпатикалық нерв талшығынан айырмашылығы оның пре-постганглионарлы бөліктерінде болғандығынан және де оның организмге беретін командасында ерекшелігі бар. Қазір айтамыз. Парасимпатикалық нерв талшықтары бізде сопақша мида орналасып, нервус сальваторис инфериордан ядросынан, яғни осы нуклеустен төмен қарай бағытталады. Содан сопақша мидың алевасына жетпей, сол аймақта сопақша ми негізінен шығып, фиссура югулярис, яғни мойындырықтық тесік арқылы ми негізінен шығады. Ол шыға отырып, құлақтың ортаңғы бөлігі, яғни ортаңғы құлақтағы барабан қуысына қарай бағытталады. Барабан қуысына бағытталып, ол барабан қуысының бізде төменгі тесігі, яғни инфериор, төменгі тесік арқылы кіріп, осының ішінде ұзын шумақталады, ұзына бойы шумақталады. Шумақталып болғаннан кейін ол осы барабан қуысының жоғарғы тесігі арқылы шығады. Шыққаннан кейін ол фиссура сфенопетроза тесігі арқылы кіріп, одан өзінің құлақтық түйініне, яғни ганглион отикумға келіп, преганглионарлы жолын аяқтайды. Преганглионарлы жол, осы уақытқа дейін айтқанымыз. Одан кейін ол осы преганглионарлыдан кейін құлақтық түйінде постганглионарлы жолын бастап, ол құлақ маңы безіне қарай барып аяқталады. Яғни постганглионарлы аймағы, мынау преганглионарлы аймағы болып табылады. Парасимпатикалық нерв талшықтары болып табылады. Енді бізде парасимпатикалықтың жанында всегда симпатикалық нерв талшықтары жүру керек. Бұл ішкі ұйқы артериясы. Ішкі ұйқы артериясының сыртын бізде симпатикалық нерв талшықтары қоршап жатыр. Осы симпатикалық нерв талшықтарынан бізде мынадай тармақ бөлініп шығады. Ұйқы барабандық тармақ, яғни барабан қуысы мен ұйқы артериясын байланыстырып тұрған тармағы. Осы тармақ арқылы біз жоғары көтеріліп барабан қуысына кіреміз. Барабан қуысына кіргеннен кейін ол да шумақтала отырып, осы барабан қуысының жоғарғы тесігі арқылы шығып, фиссура сфенопетрозадан кіріп, ол осы ганглион отикумге тоқтамастан, аялдамастан бірден құлақ маңы безіне барып, симпатикалық нерв талшықтармен нервтендіреді. Себебі бізде симпатикалықта пре-постганглионарлы бөліктер болмайды. Құлақ маңы безін осылай нервтендіреді. Екеуі неге бірден бір мүшені нервтендіріп тұр деген сұрақ болу керек. Әрине бізде парасимпатикалық пен симпатикалық бір-біріне қарама-қарсы жүйе. Біреуісі давай жұмыс істе деп істі активаторлап тұрса, екіншісі ингибирлеп жұмыс істеуге болмайды деп басып тұрады бұл жерде. Осындай айырмашылығы бар. Келесі бізде бұның қозғалтқыш моторлы ядросы туралы талқылайық. Қозғалтқыш, яғни импульсті орталықтан төменге қарай апарып, біздің белгілі бір бұлшықетімізді қозғалтып тұр деген сөз. Ол енді бізде қандай бұлшықет? Бұл сопақша мидан шығар кезде дәл бағанағыдай алеваға жетпестен шығады да, форамен югулярис арқылы шығып, яғни мойынжақтық тірек арқылы, одан кейін
мына бұлшықетке барып нервтендіреді. Бұл бұлшықет біз жұтқыншақтық бұлшықет деп аталады. Біз жұтқыншақтық бұлшықетті ғана нервтендіріп, оның қозғалысына жауап береді. Яғни оның нервтендіретін моторлы тек бірақ ядросымен нервтендіретін бір бұлшықеті бар. Бұл бұлшықет біз жұтқыншақ бұлшықеті. Одан кейінгі бізде тармағы талқылайық. Бұл ең үлкені болып табылады глоссофарингеустың ядросы. Бұл яғни сезімтал тармақтары. Сезімтал тармақтардан білеміз, біз шеткеріден орталыққа қарай нерв импульстері барады. Енді біз сол жолды сызайық. Бұл жерде сезімтал нерв тармақтары да осы нервтермен қатар оливадан жоғары аймақта буйындықтық тесік арқылы шығады. Шыққаннан кейін ол бірнеше тармақтарын береді. Осылай бірнеше тармақтарын береді. Енді оның тармақтарын талқылайық. Бірінші тармағы оның дабыл қуысына қарай баратын тармағы. Дабыл қуысына қарай осы төменгі тесік арқылы кіреді барабан қуысының. Оның ішінде ол да ұзын шумақтарын береді. Бұл ұзын шумақтардың барлығы осы барабан қуысы, яғни ортаңғы құлақтың қабырғаларының барлығын сезімтал нерв жүйкелері арқылы нервтендіреді. Яғни осы жерде ауырсыну болса, біз оны қалай сеземіз? Глоссофарингеус тармақтары арқылы сезіп жатырмыз. Одан кейін оның тармағы эстахи түтігіне қарай тармақ береді, и осы эстахи түтінің қабырғаларын нервтендіреді. Осы жерде ауырсыну болса, біз оны сезе аламыз. Одан кейінгі тармағы бізде тілге қарай кетеді. Біз алдыңғы сабақта 7-ші және 5-ші жұп нервтер талқылағанда, оның алдыңғы 2-3 бөлігінің дәм сезу мен ауырсыну температурасын сезетін талшықтарды талқылап өттік. Ал енді бізде артқы 3-1 бөлігі қалып кетті ғой. Тура сол артқы 3-1 бөлігінің сезімталдығына жауап беретін тармақ осы глоссофарингеустен келіп отыр екен бізге. Яғни дәм сезуіне. Тілдік тармақ, Одан кейін бізде тармақ мына жақта құлаққа қарай кететін, құлақтық тармаққа қарай кететін байланыстырушы тармақ болып табылады. Бізде қазір 10-шы жұп нервті талқылаған кезде ол жердегі 10-шы жұп нервтің құлаққа қарай баратын тармағы бар. Сол екеуі бірге бізде анастомоз құрайды. Анастомоз құрайтын тармағын біз байланыстырушы тармақ деп айтамыз. Олар бізде сыртқы құлақты, сыртқы есту жолын нервтендіреді. Одан кейінгі миндалинаға баратын тармағы, яғни осы жердегі тілшікті, яғни оның доғаларын, олардың шышты қабаттарын нервтендіретін тармағы болып табылады. Бізде бұның қозғалтатын өткенде басқа нерв талқыладық, бет нервінің қозғалтқыш тармақтарын. Ал енді бұл бізде оның сезімталдығына жауап беретін тармақтар болып табылады. Енді бізде келесі тармағы жұтқыншаққа барады. Жұтқыншақтың сезімталдығына жауап беретін нерв тармақтары барады. Одан кейінгі тармағы бізде жалпы ұйқы артериясының тура бөлінген аймағына, ішкі және сыртқы ұйқы артериясына бөлінген аймағына қарай барады. Бұл жерде бізде барохеморецепторлар орналасқан. Ол рецепторлар бізге не үшін керек? Бізде артериялық қан қысымның көрсеткішін сездіріп тұрады. Если бізде артериялық қан қысым артып кететін болса, бізде оған қарсы жүйені компенсаторлы түрде іске қосуға көмектесетін рецепторлар орналасқан. Тура сол рецептормен байланысатын бұл жүйке талшығы болып табылады. Бізде қазір талқылағанымыз сезімтал нерв талшықтары. Бірінші талқылағанымыз бізде парасимпатикалық нерв талшығы болды, онымен қоса симпатикалықты талқыладық. Одан кейін бұлшықетке баратын моторлы ядросынан шыққан нерв талшықтарын талқыладық. Біз осымен глоссофарингеус, яғни тіл жұтқыншақ нервін аяқтадық. Бізде келесі 10-шы жұп нерв, яғни кезбе нервті талқылайтын боламыз. Нервус вагус, яғни кезбе нерв. Осы 12 жұп нервтің ішіндегі ең ұзақ тармақтарын беретін, соның ішінде құрсақтық бөлімге дейін тармақтарының ұзындығы жететін ең ұзын нерв болып табады. Нервус вагустың негізі клиникалық маңызы өте зор болып табады. Бұл бізде мысалға көптеген аурулар түнде ұйықтайтын кезде қатты клиникалық көріністерін беріп, температураны шығарып, адам денесі босаңсып, сонда клиникалық көріністер береді. Осының барлығы бізде нервус вагустың қызметінің қозуына байланысты болып табылады. Ал енді бізде нервус вагустың ядроларына келейік. Олар сопақша мида орналасқан. Сопақша мида тура бағанағы оливаға жетпей бұрышта олар осы сопақша мида ми негізінен
foramen егулярис, яғни мойындырықтық тесік арқылы ми негізінен шығады. Оның мынадай ядролары бар. Біріншісі бұл қозғалтқы, одан кейінгісі парасимпатикалық, одан кейінгісі сезімтал. Қазір біз сезімтал нерв талшықтарынан бастап талқылайық. Сезімтал нерв талшықтары бізде төмен қарай бағытталып отыр. Бірінші бір түйін, одан кейін мынау мойын бөлігіне шыққаннан кейін екінші түйінін құрайды. Осылай ол осы екі түйіннен кейін мынадай тармақтар береді. Жалпы ол бас бөлімінде екі түйіннің ортасында мынадай тармақ беріп үлгереді. Құлақтық тармақ. Құлақтық тармақты естеріңізде болса, жаңа біз 9-шы нервті талдаған кезде оның байланыстырушы тармағы осы тармақпен анастомоз құрған болатын. Ол да бізде барабан қуысы арқылы кіріп, барабан қуысы арқылы инфериор супериорлық тесіктер арқылы кіріп, құлаққа барып, құлақтың сыртқы қалқанын және оның есту жолын иннервациялайды. Ол бағанағы біздегі глоссофарингеустың тармақтарымен анастомоз құру арқылы ол жерді нервтендіреді. Все, бас бөлімінде тармағы тек осы. Одан кейін төмен түсіп, ол мойын бөлімінде мынадай тармақтар береді. Бірінші тармағы бізде жұтқыншаққа қарай кететін тармағы, жұтқыншақтың сезімтал тармақтарын құрайды. Одан кейінгі тармағы бізде өңешке қарай кететін тармағы, өңештің мойындық бөліміндегі ұзына бойы таралатын тармағы. Одан кейін бізде кеңірдекке қарай тармақ береді. Кеңірдекке қарай тармақ береді. Бұл кеңірдекке қарай беретін тармағы жоғары кеңірдектік тармақ болып табылады. Жоғарғы кеңірдектік тармақ, есте сақтап алайық. Ол одан кейін төмен қарай түсіп кеуделік бөлімге өтеді. Кеуделік бөлімде келесі тармақтарын береді. Өңешке қарай кететін тармақ, өйткені бізде кеуделік бөлімде де жатыр ғой өңеш. Оның жалғасына қарай тағы да осылай тармақ береді. Одан кейін көкірек аралыққа, средостение, көкірек аралыққа тармақ береді. Одан кейін бізде мынау трахея, трахеядан кейін бронхтар. Осы екі жаққа да бізде тармақ беріліп келеді, сезімтал тармақтарын. Одан кейін бізде оның жүрекке қарай беретін тармақтары бар. Жүректің өзіне қарай береді, және де жүректің перикарды, перикард сыртын қаптап жатқан перикардына қарай беретін тармағы бар. Осы жерде ол мына жерде келесі мынадай тармақ береді. Аортаны айнала өтіп, жоғары қарай мойын бөлігіне қарай өтетін кеңірдектің төменгі тармақтарын береді. Мына жоғарғы тармағы, мынау төменгі тармағы болып табылады. Одан кейін бізде келесі бізде мынадай тармақтар бар. Жүректі ол үш жағынан нерв талшықтарымен қамтамасыз етеді. Соның ішінде ортаңғы жүректік нерв тармақтары, сосын бізде мынау мойындық бөлімнен бөлек мынадай тармақ келеді. Ол тармақ жоғарғы жүректік тармақтар. Яғни мына жоғарғы жүректік тармақ, мына ортаңғы жүректік тармақ, мына төменгі жүректік тармақ. Ал мына перикардқа баратын тармағы болып табылады. Міне, бұл осы кеуде бөліміне дейінгі беретін тармақтары осы. Енді бізде осы нервтік жол, мына диафрагма бар ғой, диафрагманы бізде кеудеде құрсаққа өтетін кезінде диафрагмалық тесік бар. Сол тесік арқылы төмен қарай бағытталып, уже құрсақ қуысына қарай тармақтарын беріп бастайды. Бұл құрсақ қуысына беретін тармақтары, айта кетейік, ол бізде спленум, яғни көк бауырға беретін тармақтары, одан кейін ұйқы безге беретін тармақтары, асқазанға қарай беретін тармақтары, одан кейін бізде жіңішке ішекке қарай беретін тармақтары бар. Мынау тоқ ішекке қарай беретін тармақтар. Тоқ ішектің ішінде соның көтерілуші, көлденең, төмендеуші тармақтары бар. Төмендеуші тармағынан дейінгі аймаққа дейінгі тармақты нервпен қамтамасыз етеді. Сезімтал нерв талшықтары. Одан кейін бүйрекке қарай, одан бауырға қарай беретін тармақтары, сосын бізде өңеш, өңешке қарай. Өңештің ең соңғы кішкентай бөлімі құрсақ бөлімінде жатыр. Өңеш ары қарай мына жақта асқазанға қарай жалғасып кетеді. Осындай тармақтары бар. Бұл тармақтардың барлығы бізде сезімтал ядродан шығып тұрған сезімтал нерв талшықтар, яғни осы жердегі ауырсынудың барлығын бізде нерв импульстарымен апаратын осы жол болып табылады.
Біз сезімтал нерв талшықтарын аяқтадық. Сезімтал нерв талшықтарымен қатар енді біз парасимпатикалық нерв талшықтарын талқылап кетейік. Парасимпатикалық нерв талшықтары тура осы бізде сезімтал нерв талшықтарының жүрген жолымен бірдей жүріп өтеді екен парасимпатикалық нерв талшықтары. Мысалға, ол қалай кеңірдекке тура солай жүректің жоғарғы бөлігіне, тура солай жұтқыншаққа, өңешке төмен қарай бағытталып, осындай барлық аймаққа парасимпатикалық нерв талшықтары осы сезімтал нерв талшықтарымен қосыла отырып тармақ береді екен. Перикардқа одан төмен қарай бағытталып барлық құрсақ қуысындағы мүшелерге өзінің парасимпатикалық нерв талшықтарын береді. Біз алдында айттық, парасимпатикалық нерв талшықтарының ерекшелігі олар пре-постганглионарлы аймақтардан тұрады дедік. Ал бұл жерде оның пре және постганглионарлы аймақтары қайда деген сұрақ туы мүмкін. Неге бұл жерде ондай аймақ жоқ? Ондай аймақ бұл жерде бар. Мысалға бізде кеңірдектің қабырғасының сыртына қарай нерв талшықтары келді. Вот сол жерде ол бір түйін құрап, одан ішкі шырышты қабатына дейінгі аймағы преганглионарлы болып, постганглионарлы болып табылады. Осы мүшеге жеткенге дейінгі аймақ бұл преганглионарлы, мүшенің шырышты қабатына дейін өткен бөлігі ол постганглионарлы парасимпатикалық нерв талшықтарының жолы болып табылады. Түсінікті болса, ары қарай жалғастырайық. Вот бізде парасимпатикалық нерв талшықтары мен сезімтал нерв талшықтарының жолын талқыладық. Енді біз қозғалтқыш нерв талшықтарының жолын талқылайық. Моторлы нерв талшықтары төмен қарай бағытталып, тура осы фораминибуляр яғни мойындырықтық тесік арқылы шықты. Одан кейін мойын бөліміне келіп, ол мынадай тармақ береді. Жұтқыншаққа баратын тармағы бар, қозғалтқыш. Одан кейін жоғары кеңірдектік тармақ бар. Одан кейін ол төмен қарай бағытталып, аортаны айнала өтіп, төменгі кеңірдектік тармақ береді. Все. Осы тармақтарды бере отырып, ол қозғалтқыш нерв импульстерін осы мүшелерге қарай алып келеді, қозғалтады. Вот, біз осы 3 түрлі ядроны білеміз, олардың беріп жатқан тармақтарын білдік, оның 4 түрлі бөлімге қарай ұзына бойы баратын жолын түсіндік. Все, бізде осымен нерв ызбалыз аяқталды. Не деген ұзын болғанымен түсінуге өте оңай, жеңіл тақырып деп білемін. Саған да сондай болды деп ойлаймын. Енді бізде кезекті қалған, бізде 11-ші және 12-ші нерв талшықтары, оны келесі сабаққа қалдырайық. Бір сабаққа олардың барлығы ауыр болып кетеді. Менімен бірге соңына дейін көргенің үшін рахмет. Сенің игілігіңе жарайды деген үміттемін. Қош сау бол.